Армысыздар, қадірлі көпшілік. Мен бұл үндеуді жариялап отырғандағы себебім 2 жылдан астам уақыттан бері Қытайда қазақ мәселесін, онда қазақтарға жасалып жатқан қысым мәселесін көтеріп келе жатқан ата жұрт еріктілері 2019 жылы 25 қыркүйек күні Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігі тарапынан республикалық ата жұрт еріктілері қоғамдық бірлестігі болып тіркелген болатын. Біз дәл сол күні ата жұрт еріктілері қоғамдық бірлестігінің адвокаты Айман Омарованың қатысуыменен осы ұйымның ресми заңды тіркеуін алғандығын жариялаған болатынбыз. Ол үндеу бүкіл әлеуметтік желі арқылы жер әлемге бірақ таралған. Бірақ осылай бола тұрса да, өзін ата жұрт еріктілері санап жүрген кейбір адамдар басқа жақтан өз адыларына офис ашып, республикалық ата жұрт еріктілері қоғамдық бірлестігінің атын жамылып, жұмыстарын жалғастырып келе жатыр. Оның сыртында олар тек жұмыс істеп отырған жоқ, біздің ұйымды қаралау, жалалау менен қоса айналысып келе жатыр. Біз әлеуметтік желі арқылы неше рет ескерту айтқан болсақ та, бұлар бұл әрекетін ешқашан тоқтатқан жоқ. Күні бүгінге дейін ата жұрт еріктілері қоғамдық бірлестігінің атын жамылып үндеу таратып, өзімізді қаралау, жалалау менен, осы біздің бірлестікті қаралап, жалалау менен айналысып келе жатыр. Мен бұл үндеуді таратудағы мақсатым осындай қарекеттермен шұғылданып келе жатқан қандастарымызды дереу әрекеттерін тоқтатуға шақырамын. Егер осы үндеу тарағаннан кейін тез арада бұлар осы қарекеттерін, ата жұрт еріктілерінің атын жамылу іс-қимылдарын, бізді, яғни республикалық ата жұрт еріктілері қоғамдық бірлестігін қаралау, жалалау жұмыстарын тоқтатпаса, Қазақстан Республикасының қатысты заңдары аясында бұл істі шешуге мәжбүр боламыз. Бұл ең соңғы ескерту деп есептеймін. Мен Ербол Дәулетбекұлы, республикалық ата жұрт еріктілері қоғамдық бірлестігінің төрағасымын. 2019 жылы 17 қазан.